Мен Сатыбалдиева Гүлназ Нұрланқызы, Батыс Қазақстан облысы Теректі ауданы Пастепный жалпы орта білім беретін мектебінің 10 сынып оқушысы. Менің бүгінгі бизнес жоспарымның тақырыбы бөдене өсіру халық игілігі. Жетекшім Жұмағалиева Жайнагүл. Ахмет Игініке айтқандай, білікті білім жинап кәсіп етер, білімнің дәмін татып өсіп өнер демекші. Біздің бүгінгі жобамыздың мақсаты нарық жағдайында бөдене жұмыртқасының адам ағзасына пайдасы туралы насихаттай отырып, тұрақты табыс ағындарына әкелетін қолданыстағы бизнесті құру болып табылады. Күтілетін нәтиже отбасылық табыс таудың жолдары арқылы жеке кәсіпкерліктің қоғамдағы маңызын айқындау, бөдене жұмыртқасы мен етін тұтыну арқылы салауатты өмір салтын насихаттау болып табылады. Кәсіпкерлік адамдардың өз мүмкіндігі мен адал еңбегі арқылы молшылыққа кенелу іс-әрекеті. Араб ғұламасы Ибн Халдун. Менің бизнес жобам ішкі нарықты қажетті дәрумендерге бай бөдене тауығын өсіріп, жұмыртқа мен жыл бойы халық қажеттілігін қанағаттандыруды ұсынады. Биологиялық құндылығы жөнінен бөдене жұмыртқалары тауықтың жұмыртқаларын басып озады. Бөдененің 5 жұмыртқасы тауықтың 1 жұмыртқасының салмағымен тең болса, оның құрамындағы калий мен фосфор тауық жұмыртқасынан 5 есе көп. Ал темір 4-5 есе, В және В12 витаминдері 6 есе көп. Баланың иммундық жүйесін нығайтуға да септігі зор. Жалпы бөдене жұмыртқасы анемияға, бас ауруына, демікпе мен туберкулезге, қан қысымының көтеріліп және түсіп кетуін реттеуге, салқын тигенде тұмауға, асқазан жарасы мен гастритке таптырмас ем. Жобаның жалпы сипаттамасы, мақсаттар мен міндеттері, ұсынылатын өнім түрлері, өсіру әдістері, саланы талдау, нарықты талдау, бәсекелестерді талдау, тәуекелді талдау, маркетинг жоспары, өндірістік жоспар, қажетті алаңдар, жабдықтар, ұйымдастыру жоспары, қаржылық жоспар. Бөдене жұмыртқасын сату идеясы өзекті болып табылады. Бизнестің бұл түрі келесі айрықшылықтарға ие. Бастапқы капиталдың аз мөлшері, шығынды жылдам өтеу, құстарға күтім жасаудың қарапайымдылығы, өндірістік объектілердің минималды ауданы, бәсекелестердің төмен шоғырлануы, отбасылық бизнес негізінде дамытып, болашақта өндірісті кеңейту. Нарықты сипаттау және талдауға келетін болсақ, бірінші, қазіргі уақытта облыс аумағында арнайы кәсіпорын жоқ, ішінара жеке адамдар айналысады. Екіншіден, жұмыртқа жоғары сұранысқа ие. Үшіншіден, болашақта қиялыңызды байланыстыра отырып, сіз тауық етін де сата аласыз. Төртіншіден, маркетингті зерттеушілерге сәйкес, жыл сайын жұмыртқаға сұраныс 10%-ға артып отырады. Өткізу орындарына келетін болсақ, облыс орталығында ірі азық-түлік дүкендері жұмыс істейді. Өнімдерді жеке тұлғаларға сатуға болады. Қазіргі уақытта әлеуметтік желілер дамығандықтан, Instagram немесе контакты жарнамалары арқылы сатуға болады. Менің үйімде тауық өсіретін жылы орын бар. Бөдене өсіру үшін қолайлы жағдай жасап, жабдықтарды сатып аламын. Құстарды уақытында тамақтандырып, суарып, олардың жұмыртқаларын алып тұтынатын боламын. Инкубаторға келесі талаптар қойылады. Жұмыртқаларды инкубаторға салғаннан кейін алғашқы 12 күнде олар 60% ылғалдылықта және ауа температурасы 37,7 градусты ұстап тұруы керек. Содан кейін оны 2 тәулік ішінде 37,2 градусқа дейін төмендету керек. Ылғалдылықты 55%-ға дейін төмендетеміз. 16 күні инкубатордағы температура 37 градус болуы, ал ылғалдылықтың 70%-ға деңгейін көтеруіміз керек. Жұмыртқалардың инкубациялық кезеңі 20 күнге дейін созылуы мүмкін. Бастапқы капиталды есептейтін болсақ, кәсіп бастау үшін құстардың торы 28 мың теңге, ішетін табақтар мен тамақтандырғыштар 15 мың теңге, 100 жұмыртқаға арналған инкубатор 56 мың теңге, жарықтандыру құрылғылары мен жылытқыштарға 25 мың теңге, жас бөдене 50 дана 30 мың теңге, тағам 10 мың, қосалқы шығын 6 мың теңгені құрайды. Жалпы бастапқы шығындар 150 мың теңге. Ай сайынғы шығындар шамамен 27 мың теңгеге шығады. Оларға жем сатып алу, дайын өнімге арналған орама материалдары, коммуналдық төлемдер және жарнама жатады. Біздің ауылымызда жұмыртқаның бір данасы 60 теңге тұрады, ал қаладағы ірі сауда нүктелерінде лидер алтындарда 40-45 теңгеге дейін сатылады. Ал мен жұмыртқаны 35 теңгеден сататын боламын. Жалпы үй жұмыртқасына деген тұтынушылар сұранысы қазіргі таңда жоғары. Бастапқы 2-3 айда шығындарымды жауып, отбасылық тұтынуды қанағаттандырғанмен, одан кейін түскен ақшаға
шығынды толықтай жаба аламын. Мысалы ретінде 50 бөдене өсіруді қолға аламын. Олар айына шамамен 1500 жұмыртқа шығарады. Нарықтағы бір жұмыртқаның орташа бағасы 35 теңге, яғни ай сайынғы пайда 52.500 теңге болады. Жасқа толған кезде олардың жұмыртқалауы төмендейді. Ол кезде жас балапандар алып, үлкендерін етке тапсыруға болады. 6 айда шамамен ай сайын 15 бөдене союға болады. Бір өліктен 150-200 грамм, құны шамамен 3000-3500 теңгені құрайды. Ет саудадан түскен түсім 45.000 теңгеге тең. Жылдық табыс 1500 жұмыртқадан 12 айда 18.000 жұмыртқа, яғни жылдық табыс 630.000 теңге. 6 айдан кейін 15 бөденені сойып, орнына жас балапандар алып, үлкендерін етке тапсыруға болады. Сонда 150.000 теңгемен бастаған бизнес жыл аяғында 480.000-500.000 теңгеге таза пайда әкеледі. Яғни, ынта болса адамда, қиын іс жоқ ғаламда дегендей, кез келген адамның кәсіппен айналыса отырып, бос уақытын тиімді пайдалану, қаржылық мүмкіндіктеріне айқындап, алдына нақты мақсат қоя білуге балу.